Assalamu алейкум, құрметлі замандашлар, әмде кино подкаст жойбарымыздың тұрақлы класпентлері. Сіздермен және бір мәрте март айының ұсындай жайып күнінде дидар көрсіп тұрғанымыздан шексіз қуаныштымыз. Хабарыңыз бар, бұл көрсетуіміз Тикарынан Қарақалпақ фильм кино студиясы әмде АТВ телеканалымыз бенен біргелікте кең жәмиетшілікке інам етілмекте. Көрсетуіміздегі Тикарғы мақсат бүгінгі күнде Қарақалпақстан Республикасында кино тарауында өзінің пидайы минетлерін іслепке атырған бір қатар актер һәм актрисаларды мейманға шақырып бүгінгі күнде Қарақалпақ кино әлеміндегі ең соңғы жаңалықтар, өзгерістер һәмде өздерінің осы кино тарауына деген рауажлануына деген пікір һәм ұсыныстарын білу үшін қала берсе кино кадр артында қызықты уақиялар хақында сөз етеміз. Демек бүгінде студиямызда сіз һәм біз таныған мейманымыз бар. Атап өту орынды айрықша түрде Әжинияз көркем публицистикалық фильмінде Әжинияз образының жаслық дәуірін ойнаған актер Арман Бараков. Хош келіпсіз. Ассаламу алейкум, Қарақалпақ фильм һәм АТВ телеканалының әзиз ықыласпентлері. Уалейкум ассалам дейміз. Өзіңізді көріп тұрғанымыздан қуаныштымыз. Рахмет. Байрамлар менен бәхір маусымы. Рахмет, әлбетте. Бізді тамашалап отырған бәрше телетамаша көйлерді және де бүткіл халқымызды кіріпке атырған Наурыз ұлыма халқылық байрамы менен шын жүректен құттықтаймын. Рахмет. Білесіз бе, сізді көбінше сол халқымыз кино актер есабында таниды. Келін қысқаша өзіңіз хақында халқымызға, телетамаша көйлерімізге атап өтсеңіз, бүгінгі күндегі тұрмысыңыз, қай жерде оқыдыңыз, бүгінгі күнде қай жерде жұмыс істеп атырсыз, қысқаша түрде айтып өтсеңіз. Әлбетте, көпшілік халқымыз, амалдашларымыз кино актер һәм телебаслаушы сипатында таниды. Себебі мен Қарақалпақстан телерадио компаниясында телебаслаушы болып жұмыс істедім. Сонымен бір қатарда актер сипатында киноларда рөлдер атқарып, халқымыз нәзеріне түсіп, көшелерде көрген уақытларында да танығаны біз үшін бұл үлкен жетіскенлік. Мен өзім Өзбекстан мемлекеттік көркем өнер һәм мәдениет институты Нөкс филиалында режиссура жөнелісінде Өзбекстан халық артисті Нәжмәддин Аңсатбаев атамызда оқып тәлім алдым. Шаңарақлыман, 3 перзентім бар. Сонымен қатар қазіргі уақытта Өзбекстан мемлекеттік филармониясы Қарақалпақстан Республикасы бөлімінде басылаушы артист сипатында жұмыс алып барып жатырмын. Рахмет. Әлбетте, замандашларымызға қызық, себебі сізді сол телеэкран арқылы халқымыз таниды. Бүгінгі күнде сол шаңырақлы 3 перзенттің әкесі екенлігі біреу білсе, біреу біле бермейді. Әлбетте. Демек, келің дөретушілігіңізге тоқтасақ, біз білеміз, сізді сол мейманға шақырған уақытта сіздің биографияңыз бенен сол, яғни өмір баяныңыз, дөретушілігіңіз, бүгінгі күнге шекем сол кино әлеміндегі түскен рөлдеріңіз хақында жақыннан танысып шықтық. Біз ойладық, солардың ішінде бір сіз үшін, яғни ең үлкен орын иелейтұғын бұл сол құрметлі президентіміздің арнаулы қарары менен суретке түсірілген Әжинияз көркем публицистикалық фильмінде бас рөлдердің бірін атқарған рөліңіз болып есептеледі, яғни Әжинияз образының жаслық, орта жастағы дәуірін. Әлбетте, бұл фильмде рөл атқарудың өзі негізі үлкен бір жетіскерлік, үлкен бір жауапкершілікті талап етеді. Келің осы хақында тоқтап өтсек. Сізге сондай Әжинияз образын түсуге ұсыныс келгенде қандай сезімдер пайда болды? Мен үшін бұл үлкен жетіскенлік һәм аумет деп айтсам қателеспеймін, себебі Әжинияз фильмінің бастағы жұмыслары, яғни кастинг жұмыслары 2023 жылы басыланған еді, жаз айларында. Көпшілік актерлар қатары мен де кастинг жұмысларына келіп қатынастым. Әлбетте, сол уақытта кастинг жұмысларын бақылап барған инсанлар, яғни режиссер Құдырат Атажанов, Қарақалпақ фильм директоры Икрам Абдыкаликов, һәм Қарақалпақстан халық жазушысы Мұратбай Нызанов атамыз отырды. Жолы ұлы үлкен ұстазларымызбен біргелікте кастинг жұмысларына қатынастық. Онан кейін сол актерларды сайлау жұмыслары уақытында маған айтты, енді естіттім бұлай. Атта шауып білесем бе деген сұрау болды дәсілеп. Онан кейін сол атта жүретін жігітлердің біреуінің рөлін ойнайтығын шығарсыз деген хабарды естіттім, сондай сөзлерді. Бірақ анық қайсы рөлге тастиқланғанымды білгенім жоқ. Һәм 2024 жылы Әжинияз фильмі
сөйөңкү жұмыслары башлану алдында сол Каракалпак фильм имаратында дөретүүчүлүк жамаат менен таанышып, сол жерде рөлдөргө актерлордун тастыкталганлыгын айтып, һәм тааныштыруу болду. Сонда режиссер Кудурат Атажанов һәм Икрам Абдыкалыхов биргеликте актерлорду айтты, мына рөлдөргө тастыкталды. Сонда Ажнияз бабамыздын рөлүн Каракалпакстан Республикасына кызмет көрсөткөн артист көп жүрсүн Алланазаров аткарады деди. Бир кезде шайыр бабамыздың жаслык дәуірін Арман Барахов аткарады деп тааныштырды. Сол вакыттагы сезимлерди эле сезинемен, арасын айтсам терлеп, жүрөгүм бір тез уруп, сол дәрежеде сол вакытта касымда Рүстем ага отуруп еді. Рүстем ага да кутлуктап, Арман кутлуктайм, басыруу кел тастыкталыпсың деп. Хәзір де міне сол сөздерді айтып атырман, сол сезимдер хәзірен өтіп атырып жүрегімнен. Күткен жоқ едім, бірақ бәрібір сол жүректің дүрсілдісі елі ядымнан кетпейді. Бұл мен үшін үлкен жауапкершілік болды, һәм бір үлкен жетіскенлік болды. Дұрыс. Әлбетте, әрбір инсанның, яғни өзінің жұмысы барысындағы ең үлкен жетіскенлігінің шыңы, яғни кульминациялық нұқаты сол бір мемлекеттік фильмдерде, мемлекеттік киноларда бас рөлдердің бірін атқару есептелінеді. Әсіресе осы Қарақалпақ халқының ардақлы шайыры бабамыз Ажнияз бабамызға арналған фильмде түсудің өзі де өзгеше сезім оятады адамда. Хақиқатында да, себебі Ажнияз бабамыз бұл үлкен ұлы инсан. Қарақалпақ халқының тарихында өзінің орнына ие шайыр. Бердақ бабамыз міне осындай ұлы инсанлардың образын кино арқылы халқымызға жеткеріп беру бұл үлкен жауапкершілік һәм үлкен бір жетіскенлік, жаңа айтқанымдай. Білесіз бе, мен бұрынлары арзу ететін едім, ниет қылатын едім. Себебі мен көп кино актерларды білемін, мысал ретінде айтамын. Ұстазым көп жүрсін Алланазаровты. Мысалы, театр сахнасында ұлы шайыр бабамыз Ибраим Юсуповтың өмірін, яғни сол инсанның образын театр сахнасында атқарды. Онан соң Россиялы актер Сергей Безруков Пушкиннің, Есениннің образларын атқарды. Мен де хәуес ететін едім, мен де сондай бір үлкен ұлы инсанлардың өмірін рөл қылып атқарсам кинода деп. Әлбетте сол рөлді берген уақытта да, сенім білдірген уақытта да бір өзгеше қуандым. Рахмет, осы орында бір нәрсені айтқым келіп тұр, себебі көбінше біз халыққа, яғни кино ықыласпеншілеріне тайын фильмді, тайын киноны інәм етеміз. Оның артындағы, яғни кинокадр артындағы суретке түсіру барысындағы қиыншылықтар, қызықлар, ұшыраған бір машақатлар өз алдына бір кино есептелінеді. Мен де өзім сол Ажнияз фильмінің съемка барысында сол дәслепкі күндерінен соңғы күндеріне шекем жүрдім. Сол Нөкіс районында болды дерлік басым көпшілігі. Һәм, яғни тарихи бөлімі. Һәм сол уақытта жоғарыда айтқаныңыздай атқа міну көп, яғни съемка барысында атқа мініп, сондай бір суретке түсіру барысында сондай көріністер көп болды. Һәм біздердің гуа болғанымыз сондай аттан жаман жығылған уақытыңызда болды, яғни съемка түсіру барысында. Негізі сол халқымызда аттан жығылған жаман деген бір сөздер де бар. Сол меніңше сол видеолар болса біз замандастарымызға інәм етеміз. Ал қазір сол хақына тоқтап өтсек, бәрібір де қорқыныш сезімі болады. Аттан жығылған уақытта, сол уақытта көз алдыңызда не өтті? Бұл уақия жүді қызық болды негізі. Атты сол дәрежеде тезлікте шауып кетіріп едім. Аттан үркіп кетті, сол жердегі дөретушілік топары адамлар тұрып еді. Солардан үркті ме, ат бірден бұрылып қалды. Аттан қалай шығып кеткенді өзімді білмеймін. Сол жерде тұрған машинға еледе ат адамды әстен жығады деп айтатығын еді ғой, сөйтіп естетіғын едім. Ат бәлкім соны білді ме, сол тұрған автомобильден сәл ғана бер жақлаудан лақтырды, енді ұшып кеттім үстінен. Сонда ұшып барып, сырғанап, сол машинның алдына дейін жақылап бардым. Бір кезде киім бойынша дизайнеріміз Индира жүгіріп келатыр. Бір кезде гримеріміз Дилбар апа жүгіріп келатыр. Барлығы жүгіріп келді. Сөйтіп түргегеннен кейін Арман аға шапанды жыртып аласыз деп Индира киіп түседі. Дилбар апа болса,
ау мына сақаулар не қылып қалады деп мен айтып отырмын, біреу жағдайымды сұрамай ма менің деп. Бір кезде Құдырат аға келді, режиссеріміз. Құдырат аға да: Арман, қазір мысалы сөңкі уақытында аттан жығылып қалдың, енді бірақ бұлай бұл тезлікте шауып жығылып қалсаң, бір жат болып қалса, біз киноны қалай давам етеміз сенің орныңа? Қанша жерін алып қойдық, өтініш, сен атта шаума, киноны алып боламан дегенше бұл тезлікте шаума, кино тамам болғаннан кейін осы ауылға келіп қалегеніңше шау деп біраз күліскеніміз бар енді. Қорқыныш болды, бірақ бұл да бір тәжірибе. Себебі енді көпшілік сол жерде аттың иелері сор айтқан еді, сіз атта жүре алады екенсіз, не бұрыннан мінетін бе едіңіз, я осы фильм үшін үйрендіңіз бе? Бірақ хақиқатында да атта жүруге мен бұрыннан қызығатын едім. Енді профессионал шабандоз емеспен, оны фильм тамашалаған тамашагерлеріміз сезген болса керек. Мен айырым уақытларында сол ердің несінен ұсылаған жерлерім бар, оны өзім кейіннен көріп, бұл негіз қателік, нағыз шабандозлар ол жерінен ұсыламайды, ұлыма ұсыламайды олар. Бірақ енді бұл бәрібір тәжірибе болды, актер сұхбатында да, енді каскадер сұхбатында да, келесі кино жобаларда, кино проектілерде міне осылай атқа мініп көрдің бе деген сұрауға анық ауа ат шауып білемін деп айта аламын. Бұл да сіз үшін бір тәжірибе болды. Тәжірибе мектебі болды. Жоғарыда бір қызықты уақиғаларды айтып өтті. Хақиқатында да Индира киімге есат қылмады ма, режиссер да өзінің сол суретке түсіру барысын давам ету керек. Сол грим ұсталары да, сол грим бұзылмады ма деген хауетерлердің өзі бұл жұмысқа деген, сол киноға деген бір үлкен жауапкершіліктен дерек дегенменен сіздің денсаулығыңызға еш нәрсе қылмады. Бұл да бір Құдай Тағаланың бізге деген, сізге деген қарасқаны. Әлбетте, енді бәрібір біз кино шығару бұл ұлыма көпшіліктің минетіменен жүзеге шығады. Кадр артында қаншама инсанлар жұмыс істеді. Осы имканияттан пайдаланып, мен бәрше сол кадр артында жұмыс істеген инсанларға өз мінедаршылығымды білдіргім келеді. Негізі хақиқи қаһармандар сол кадр артында. Актерлар айсбергтің, мысалы айсбергтің океанның тек үстінде жүзі көрінсе, біз актерлар соның жүзі, ал оның асты, судың астындағы бөлігі үлкен тау. Міне соның астындағы үлкен тау, сол кинода өретушілер, яғни кадр артындағы инсанлар. Рахмет. Әлбетте бүгінгі күнде Қарақалпақстанда кино тарауы жедел түрде рауажланып атырғалығын халқымыз да, кинода өретушілер де сезіп атыр. Бұл да бір үлкен жетіскерлік. Себебі мәдениет, үрп-әдет дәстүрлеріміз бізді өзге мемлекеттерге жақсы танытады. Келін енді әрбір келген мейманнан біздер пікір ұсыныс сұрайтұғын едік. Осы Қарақалпақ кино әлемін еліде рауажландыру үшін бүгінгі күнде қандай бір пікір ұсыныстар айта аласыз? Өзіңіздің жеке пікіріңіз. Дұрыс айтасыз. Қарақалпақстанда кино жүдә жақсы рауажланып атырыпты. Негізі рауажланып бұрыннан да бар. Себебі білесіз, Қарақалпақ фильм тарапынан көптеген фильмлер халқымыз назарына інәм етілді. Комедияларды айтып өтсем болады. Ұры, қоңсылар, курорт. Бұл фильмлер танка ең үлкен фильмлердің бірі болып айтылады. Көп жерге, көп халықлар осы танканы атап өтеді. Шамрат аға ата ойнаған фильм, бұл тарихи фильм. Төлі. Шаққанлығы өзіме тартқанда, тек жағдай кемпірін көрсе әжік-күзік бола бергені жақпайды. Бұл фильмлердің бәрі Қарақалпақ киносының алтын фондынан орын алған фильмлер деп айтсам болады. Бұл фильмлер өлмейтін комедиялар. Мен бұл фильмлерді сол Кавказ асирасы, операция ый, міне сондай фильмлерге теңестіремін. Себебі бұл фильмлерді қайта-қайта көрген сайын көргін келе береді. Басқа да фильмлер бар, әлбетте. Теңіз фильмі бар, Қарақалпақ фильмімен бірге шығарылған. Маргия фильмі бар. Онан кейін Қорған фильмі, әскери инсанлардың өмірі сәулелендірілген. Негізі Қарақалпақ кино өретушілері қандай жанрда болса да киноны алып, тамашагерлер назарына інәм ете алады. Мен сеніммен айта аламын. Оға да орлы
сөз болды. Хақиқатында да Қарақалпақ кино әлемі бұрыннан сол рауажланған дегенменен сол кейінгі 5-10 жыл давамында таза фильмдер шығуда тоқтап қалған еді. Бүгінгі күнде сол елде рауажландыру мақсатында сол кино жойбарлар әмелге асырылып жатыр. Әне уақытта сол бүгінгі кино подкаст жойбарында да біз жаңа студияда отырмыз. Қарақалпақ халқының сол кинолары, ескі сол кино түсірген бұйымлары жиналған ретро музейдеміз. Бұл Қарақалпақ фильм кино студиясында орын алған, жақында ғана өз жұмысын бастады. Тамаша көйлерге көрініп тұрған болса, бұл да бір біздің кино тарауының үлкен жетістіктері есептеледі. Әлбетте, жаңа сіз ұсыныс хақында да айттыңыз ғой, мен сол орында айтып өткім келеді. Бұрынлары енді аталарымыз, аналарымыз айтады ғой, сондай кинотеатрлар бар еді, жазғы кинотеатрлар, жоқ кинотеатрлар деп. Енді қазіргі уақытта бұндай кинотеатрлардың саны біздерде азлау. Енді болуы мүмкін, үлкен кино концерт сарайымыз бар, үлкен енді мемлекеттік. Ондан тысқары сол жеке сплермендер үлкен кинотеатрларды мәселен әкеліп, оларды да ашып, сол халқымызға қызмет қылса, бұл киноның елде рауажлануына үлес қосар еді. Себебі қазіргі уақытта Қарақалпақ фильм тарапынан түсірілген кинофильмлер тамаша көйлер назарына премьера арқылы жеткізіп берілсе, ямаса телеканалдар арқылы қойып беріледі, бірақ кино прокатларда аз санда. Міне осыларды да елде жолға қойсақ, үлкен кинотеатрлар салынса, және де бұндай кинотеатрлар тек қана пайтақтымыздың Өкіс қаласында деп айтпаймын, районларымызда, қалаларымызда да орын алса, кинолар ауыл-ауылға, қала-қалаларға шейін жетіп баратқан еді. Әлбетте, бұл дәрежеге де Құдай қаласа жетеміз деген ниеттемін. Дұрыс. Білесіз бе, бүгінгі күнде сіздің дөретушілігіңізге, яғни кино тарауындағы дөретушілігіңізге назар салсақ, жетістіктеріңіздің ізін суытпай жатырсыз. Бұл да бір үлкен әумет, яғни 2025 жыл үшін сізге бір үлкен әумет алып келді десек те болады. Яғни атап айтатын болсақ, сол Айдынлар фильмі, яғни бұл фильм бәршеміз білеміз, Қарақалпақстан Республикасының Мойнақ районында басым көпшілігі суретке алынды, һәм бұнда Сейіт рөлінде, яғни бас рөлдердің бірін атқардыңыз. Тек қана атқарып қоймастан, бұл фильм тамаша көйлер кеуілінен орын алып қоймастан, жақында ғана сол Ватикан мемлекетінде болып өткен үлкен фестивалда ең жақсы фильм номинациясы жеңімпазы болды. Бұл да кино дөретушілері сіз үшін емес, тек қана кино әлеміндегі қызметкерлер үшін емес, бәлкім республикамыз үшін үлкен жетістік болды десек, қателеспеген боламыз. Келін сол хақында тоқтап өтсек, яғни Айдынлар фильмі хақында. Әлбетте, Айдынлар фильмі 2020 жылы суретке алынды. Өзбек телефильм мемлекеттік шөлкемі тарапынан. Өзбекстан Республикасы президенті мәслихатшысы Тұрсынхан Айдарович тарапынан ұсыныс етіліп, бұл фильм суретке алынды. Режиссерлары Мұзафархан Еркинов һәм Мұзафар Қарабаев. Бұл фильм, сіз айтқандай, хақиқатында да Қарақалпақ халқының тағдыры, яғни Мойнақ районының сол тұрмысы, сол жерде жасаған халықтың тағдыры, аралдың тағдыры, міне осылар сәулеленген фильм. Һәм бұл фильм арқылы біз hürmetli жұртбасшымыздың қазіргі уақытта Қарақалпақстан Республикасындағы сонымен бірге Мойнақ районындағы алып барып отырған реформаларында көрсек болады. Фильм халқымызға жүдә ұнады деп айтсам қателеспеймін, себебі көпшілік мені расында да сол Айдынлар фильм арқылы көп таниды, сол фильмде ойнадыңыз деп көрсе де көшеде сұраулар береді. Халқымызға ұнағанына жүдә қуаныштымын. Бұл біз үшін үлкен жетістік, халқымыздың ықыласы бірінші орында. Һәм сол кино фильмнің фильм шыққаннан бері, мәселен 2021 жылы кино ықыласпеншілер назарына інәм етілген болса, ондан соң көптеген кинофестивалдарға қатынасты. Украинада болып өткен, Барселонада болып өткен, Белоруссия және басқа да мемлекеттерде кинофестивалдарға қатынасып, жүдә жақсы нәтижелерге ерісті. Мысалы, ең жақсы режиссерлік жұмысы бойынша, ең жақсы операторлық жұмысы бойынша, ондан тысқары сол ең жақсы фильм номинацияларында, яғни гран-приларды да жеңіп алды. Міне сол жақында Италия, Рим қаласында болып өткен кинофестивалда 3000-нан астам фильмнің ішінен ең жақсы фильм атанып отырды. Бұл да сіз айтқандай
біз үшін халқымыз үшін сол кино дөретушілер үшін үлкен жетіскенлік. Соны да атап өтуіміз керек. Қарақалпақ фильм тарапынан бұл фильм кеше жақында сол Қарақалпақстан Республикасы жоғарғы кеңесі тарапынан Қарақалпақ фильмге ұсыныс қылынып, және де халқымызға 3 күн давамында қойып берілді. Халқымыз және бұл фильмді сол кинотеатрға барып тамашалап, өзінің сол ықыласын, жылы сезімдерін білдіріп жатырыпты. Бұл да сол киношыларға деген үлкен ітібар десем қателеспеймін. Дұрыс айтасыз. Хақиқатында да бүгінгі күнде пайтақтымызда Қарақалпақстан көркемөнер сарайының кино залында тез-тезден халқымызға кинолар, яғни Қарақалпақ һәм өзбек фильмдері инам етілмекте. Әлбетте алдағы уақытта онан да жақсы кинолар инам етілуі күтілмекте. Киношылар үшін бұл мотивация, Захида. Дұрыс. Кинолар негізі сол түсірілгеннен кейін бұл әлбетте халыққа инам етілу керек. Бұл өнім, халық осыны тамашалап, мысалы, фильмдер арқылы бір пайдасына тиеді да бұл фильмдер. Мәселен, бұл өмірдің бұл айнасы кино. Кино арқылы өмірдің сәулесін көреміз, өзімізді көреміз. Осы халық ішінде жасап отырған адамлардың өмірі кино арқылы және халыққа инам етіледі. Дұрыс. Осы орында бір нәрсені айтып өту керек. Білеміз, һәммеге белгілі, көркемөнер һәмде мәдениет тарауында ешқандай шекара жоқ. Яғни мәдениетіміз, біздердің әдебиетіміз, көркемөнеріміз, үрп-әдет дәстүрлеріміз арқылы біздің сол Қарақалпақ екенлігімізді айқын таниды, сезеді, біледі. Солай екен, бүгінгі күнде сол ең қуанышлысы осы шекара жоқ дегенімізде, сіз Қазақстан Республикасында да бүгінгі күнде кино тарауында суретке түсіріліп атырған бір қатар фильмдерде суретке түскенсіз. Бұл да сіз үшін, біз үшін үлкен бір жетіскерлік, себебі Қарақалпақстандық актерларды сорап киноларына шақырғанның өзі Қарақалпақ киносының рауажланғанлығынан және бір дерек есептелінеді. Яғни жақында ғана премьерасы халқымызға ұсынылған «Рекетір» 3 фильмі. Бұнда сіз рөл атқардыңыз, ол атақлы режиссер һәмде актерлар менен біргелікте. Әлбетте, мен үшін де бұл үлкен жетіскенлік. Қазақстан Республикасы Алматы қаласында Сатай фильм кинокомпаниясы тарапынан «Рекетир» 3 фильмінің съемкасы болып өтті. Режиссері Қазақстан Республикасына минет сіңген режиссер, көркемөнер қайраткері Ахан Сатаев. Ахан ағаны көпшілік таниды. Жау жүрек мың бала, Тумариз, және де басқа бизнесмендер, міне осы фильмдер арқылы көпшілік замандастарымыз таниды. «Рекетир» фильміне келетін болсақ, фильм 2007 жылы бірінші сериясы тамашагерлер назарына инам етілген болса, ондан соң 2015 жылы ол фильмнің екінші бөлімі сол тамашагерлер назарына инам етілді. Арадан 10 жыл өтіп, 2025 жылы міне 3-ші бөлімі халық назарына, тамашагерлер назарына инам етілді. Бұл фильмге Қарақалпақ актері Арман қалай барып қалды деген сұрау көпшілікті қызықтырып отырған болса керек. Негізі «Рекетир» фильмінде бас рөлді атқарған актер Саят Исенбаев менің өзі кинодағы бір кумирім. Мен ол фильм шыққанда да кішкене бала едік. Әкем марқұм пиратский дискетін әкеп сауға алған еді маған. Сол сауға еле есімнен шықпайды. Сол фильмді қайта-қайта көріп, арасын айтсам, маған сол жанрдағы фильмдер көбірек жағады. Әуес қылып түскен суретлерім де бар, сол афишаларын сылап. Арадан жылдар өтіп, бұл фильмде рөл ойнаудың өзі мен үшін үлкен аумет. Бұл үшін әлбетте Сатай фильм кастинг директоры Жайна Абдиеваға өз миннетаршылығымды білдіремін. Кастинг жұмыслары басыланған уақытта мен ауылда едім. Кастингке қатынаса алмай қалдым «Рекетир» фильмінің. Бірақ сол Алматыға жұмысларменен барып, һәм Жайна Абдиеваға жаздым. Мен фильмге қатынассам деп едім актер сипатында. Сонда Жайна әпкеміз айтты, Жайна Абдиева: Арман, рөлдердің бәрі бәнд, эпизод рөлдерді бәнд. Сонда мен айттым, мен массалық сахналарға қатынассам, бұл мен үшін бір тәжірибе болады оны еді актер сипатында деп. Яқшы, Арман, мен массалық сахналар болса айтаман деп. Сөйтіп жүргенімде, енді жұмысларымды біткеріп, ауылға енді шығаман деп тұрған уақытымда Жайна Абдиева: Арман, тез, қазір саған менің ассистентім хабарласады, тез өзіңнің мағлұматларыңды тасалауың керек. Содан басыланды қоңыраулар. СБС кастинг директорының ассистентлері: Арман, сіз ба?
бізге видео проба үшін сізге тапсырма береміз, соны түсіріп жібере аласыз ба? Тез бірақ. Содан берген тапсырманы тез видеоға түсіріп тасладым. Бір кезде крупныйлау қылып жібере аласыз ба деп. Және сол толық етіп түсіріп және жібердім. Бір кезде енді фотоларыңыз керек деді. Мен ашкимен отырған суретлерімді жіберсем, келің ашкисіз суретлеріңізді түсіріп жіберсеңіз, бойыңыз қандай, соның барлығын түсіріп жібердім. Бір кезде біз сізге жауабын айтамыз деді. Ондан соң енді бәрібір іште қалеу жүдә үлкен. Бір кезде сіз рөлге тастиқландыңыз, сізде ертең съемка деген хабар келді. Қуанғанымды айтың енді сол уақыттағы. Сол дәрежеде қатты қуандым. Мен басында ойладым, масалық рөлге сайландым деп. Масалық рөлге сайландым, енді сода түсемен деп. Содан ізбез мағлұматларымды қоңырау арқылы алып, ең кейінінде сол айдаушы автомобиль басқарушысы қоңырау етті, мен сізді алып кетемен деп. Азанда 9-да тайын тұрың деді. Азанда мен сол затларымды алып шықтым. Менен басқа кім мінеді деп сұрасам, ол инсан айтты, мен негізі сол бас қаһарман Саят Есенбаевтың жүргізушісімін. Не болғанын түсінбей жатырсыз? Түсінбей жатырмын. Сізді алдым, енді Саят ағаны алып кетеміз дейді. Бір кезде машинамен бардық. Барсақ, менің кумирім шығып жатыр. Кіріп, келіп, ассалаумағалейкум деп машинға мініп отырып, сонымен айтты, актеріміз бүгінгі кинода, бүгінгі рөлді атқарады. Танысып бірге. Мен айттым, енді мен сіздің ықыласпендігіңізбен киноларыңызды көрдім көп. Рахмет деді. Мен Қарақалпақстаннанмын. О, Қарақалпақстаннан деп, ол басқаша сөйтіп қуанып, сол фильм үшін келгенің үшін рахмет деп, өзінің сол пікірлерін айтып. Сонда бір қатты қуанғаным бар. Ондан соң сол съемка майданына барған уақытымызда режиссер ағамыз Ахан Сатаевтың өзі күтіп алды, һәм Арман деп бірден пробаны көрдім. Міне тура солай болу керек, зор деп өзінің сол мотивациямен күтіп алды. Ондан соң кастинг директоры Жайна Абдиевада Арман зор кеше көрдік, біргелікке талқыладық, сені сол рөлге тастиқладық деп. Менде қызық болып тұр, менен басқа кімдер бар және деп. Сенен тысқары 6-7 балаға жібердік бұл тапсырманы. Соның үшін сені сайлап алды. Сондан кейін Жайна Абдиеваның айтқан сөзім менің жүрегімде қалып кетті. Арман, жуырған жетпейді, бұйырған кетпейді деді. Міне осы рөл саған бұйырып тұрған екен. Демек, сен бүгін біздің командамыздасың деп. Демек, сіздің күйеуіңізге қатты қалеу болған. Бұл қалеу тек арнан балалықтағы қалеу десек болады. Рахмет. Білесіз бе, сізді көбінше біз фильмлерде, сол атқарған рөлдеріңізде, мұхаббат рөлінде, яғни сол романтикалық рөлдерде көп көреміз. Һәм сондай рөллерге сізді көп мұрат етеді. Һәм халықта сол тәрізде сізді қабылдаған. Негізінде сіздің бүгінгі күнде сол өмірлік жолдасыңыз бар. Енді фильм болғаннан кейін сценарийде har түрлі бір көріністерді көрсетіп беру керек. Өмірлік жолдасыңыз негізінде қызғанбай ма? Жасырмай айтайын, қызғанады. Бірақ мен көп интервьюларда шаңырағым хақында онша айта бермеймін. Айтпайсыз. Енді кино подкаст арқылы әзір тамашабайларымыз біледі. Негізі өмірлік жолдасыма, мәселен сол рөлдерде енді актрисалар менен рөл ойнағаным қатты ұнай бермейді, оны сеземін. Бірақ бәрібір кәсіп, мен себебі айтқанмын, себебі мен тарауым осы, мен рөл атқаруым керек, ойнауым керек бұны деп түсіндіріп. Әлбетте түсінеді, бірақ бәрібір аял адам қызғанады, мен оны жасырмаймын. Қызғанбаймын деген адам болмайтын шығар. Дұрыс. Мысалы, жаңа сіз айтқандай көпшілік партнерларым, енді актрисалармен рөл ойнаған уақытымда тек айтамын, сол міне мынандай рөл маған ертең және маған қапа болып жүрме, рөлді көрген уақытта деп. Иә ағау дейді. Оған әттегі әзілдесіп жұмысындағыларым айтады екен, қызғанбайсың ба деп. Яғау, жұмысы ғой деп қояман деп өзі айтады. Әлбетте, актер үшін өмірлік жолдасының түсініп қолып қуатлауы бұл ең ахметлісі. Түсініп, сені қолып қуатласа, оннан асқан жетіскенлік жоқ. Соны қолып қуатлауы да бұл әрбір актердің бір не дейді? Жетіскерлік. Қолып қуатлауы бір түсінуі жақсы.
негізінде біз естеміз, сол кино актерлар осы кино әлемінде жүрген хайыл қызларымызбенен тұрмыс құрады. Дерлік көпшілігі де сондай бүгінгі күнде. Себебі бұл тарауды түсіну, яғни сол фильмдерде әртүрлі рөлдерді кәміне келтіріп атқару үшін әлбетте ол фильмге, ол образға жан дүниясымен кірісу керек. Бірақ сол сіздің өмірлік жолдасыңыз бұл тарауда емес, түсінгеннің өзі хақиқатында да бір үлкен жетістіккерлік, себебі шаңырақ тыныш тату болмаса дүретушілікте тоқтайды. Әлбетте. Сол орында мен өмірлік жолдасыма рахмет айтқым келеді. Телеэкран арқылы өз мінедаршылығымды білдіремен, қолдап қуатлағаны үшін, түсінген үшін көп рахмет. Рахмет. Біз білеміз, бүгінгі күнде сол өзбек фильмлерінде де рөл атқарып келмектесіз. Солардың бірі, яғни өзбек фильмлерінің бірі болған Дилозар сериалы. Бұл да бір үлкен жетістіккерлік. Негізінде кино тарауында тек қана бір фильмменен, бір тараумен шекленіп қана қоймастан, басқа сол өзбек, қазақ фильмдерде әзір түсіп атырсыз суретке. Бұл да бір үлкен жетістіккерлік есептелінеді, яғни тәжірибе мектебі сіз үшін. Келің сол қарақалпақ, өзбек һәм қазақ фильмдерінде рөл атқардыңыз. Үшеуінің айырмашылығын бір үш сөзбенен атап өтсеңіз қысқаша түрде. Негізі ешқандай айырмашылығы жоқ оның Захида, себебі дүрүүдуші инсанлар бірдей ойлайды, олардың фантазиясы жүдә жоғары. Сол сериаллар хақында айтып жатырмыз. 2022 жылы Өзбекстанлы үлкен режиссер Хилол Насимовтың «Ватан астанасы» сериалының Қарақалпақстандағы бөлімінде мен және ұстазым Көпжүрсін аға, Алла Назаров, театр актерлары көпшілігіміз біргелікте рөл атқардық. Әскери өмір сәулеленеді бұл сериалда. Әлбетте Хилол ағамен бірге жұмыс істегеніміз менің өзім үшін үлкен жетістіккерлік. Онан соң сіз Дилозар сериалы хақында айттыңыз. Дилозар сериалында бұл екінші маусымы, бұл сериалда жаман рөл атқардым. Жаббар деген қаһарманым. Ұнамсыз образ. Ұнамсыз өмір, ұнамсыз образ, дұрыс айтасыз. Бұл инсан түрмеге түсіп кетеді, түрмеден шығып өш аламан, міне сондай жүрегінде дәрті бар инсанның өмірі. Енді ұнамсыз деп айтуға болмайды, өзіне жараса оның бір көрген қиыншылықтары бар. Бұл сериалға келуімнің себепшісі режиссер Музафар Карабаев. Сонда айтқан бір пікірі мені жүдә қуанама сол пікірге. Арман, сен Ташкентке келгеннен кейін көрінеті ойнамаса бір отыратын ұлымалық рөлді ойнама. Сен халықтың нәзерінде қалатын, сондай ітібарында қалатын, бір ойында қалатын рөлді мен саған бермекшімен, сол рөлде ойнады. Сол жаңа айтқанымдай, ұнамсыз қаһарман болса да, мен үшін бұл үлкен тәжірибе болды. Себебі түрмедегі сахналары бар, ондан шыққаннан кейін сол төбелесетін сахналары бар, ататұғын жерлері бар. Өзіме жаңа айттым ғой сізге, криминал жанрды көбірек жақсы көремін деп. Сондай рөлді атқардым. Әлбетте сенім білдіріп, қолдап қуатлаған инсанлардан мен міннетдармын. Себебі сол фильмге шақырып, соны атқар, сериалға шақырып, сол рөлді сен ойна дегеннің өзі біз үшін, мен үшін үлкен ітібар, үлкен мотивация. Рахмет. Әрбір актердің, кино дүретушінің қалбінде, жүрегінде өзіне бір сырлы образ жатады дейді. Яғни қалеу. Сізде сол кеуіліңізде келешекте мынандай бір қаһарманды суретлесем екен, атқарсам екен деген арзуыңыз бар ма? Мысалы, бүгінгі күннің өзінде сол романтикалық образларды, криминал образларды, һәм ұнамсыз түрдегі образларды да атқарып келмектесіз. Алдағы бір өзіңіздің жүрегіңізге түйіп қойған арзуыңыз хақында? Арзулар, әлбетте арзуларым жүдә көп. Елде сол елімізге, халқымызға қызмет қылу бірінші нәубетте. Киноларда сондай үлкен-үлкен рөлдерді атқару, бұл әрбір актердің арманы, арзу ниеті. Келешекте енді тек мына рөлді атқарсам деп өйтіп тоқталмай қояйын, бірақ негізі елде көплеу сол рөлдер ойнап, рөлдер атқарып, дүретушілігімді елде сол үлкен жоғары дәрежеде
давам еттіруді ниет еткенмін. Енді сол орында Захида айтып өтуім керек, Арман Барақов қалай киноға келіп қалды, қашаннан бастады ұлыма кинодағы жолын деп. Мен негізі 2017 жылы «Шүкірлігім көп менің» деген қысқа метражлы фильмнен басталғанмын. Дәслепкі қадемім сол. Ол фильмнің, қысқа метражлы фильмнің режиссері қазіргі уақытта Қарақалпақ мемлекеттік жас тамашашылар театрының бас режиссері Өмірбек Бектұрғанов. Біз көп сәубетлесетін едік. Сонда сол жылдары 2017 жылы Өмірбек Бектұрғанов институтта оқып отырған уақытлары сол диплом жұмысы үшін қысқа метражлы фильм алды. Бұл фильмде бас рөлді Қарақалпақстан Республикасына қызмет көрсеткен артист Бахадыр Разымбетов атқарды. Сонымен бірге ұстаз апамыз Қарақалпақстан Республикасына қызмет көрсеткен артист Жұмагүл Сағындиқова. Міне сол инсауларменен және де жас тамашашылар театр актрисасы Іңкар біргелікте дөретушілік қылдық. Мен үшін бұл үлкен тәжірибе мектебінің дәслепкі қадемдері. Сол уақыттағы кадрларды қазір көрсем, бәрібір қадем содан басланғанын ойлаймын. Албыр ағаларым, қызарып отырғанларым және режиссерді қинағанларым есіме түссе күлемін. Ондан соң 2018 жылы Қарақалпақстан телерадио компаниясы тарапынан суретке алынған режиссер Айбек Төреевтің «Пүшайман» фильмі. Бұл фильмде де ұнамсыз рөлді атқарғанмын. Айтып өтуім керек, Қарақалпақстан Республикасына қызмет көрсеткен артист Көпжүрсін Алланазаров ұстазымменен бірге, Қарақалпақстан Республикасына қызмет көрсеткен артист Бақтияр Жұматаев ағамыз және де актриса Гузал Далиева менен біргелікте сол рөлді атқарғанмын. Сол рөлді сеніп бергені үшін достымыз Айбекке де өз рахметімді айтқым келеді. Мен арадан қазір 8 жылдай уақыт өтіпті сондан бері. Ондан кейінім бірқатар сол Қарақалпақстан телерадио компаниясы тарапынан суретке алынған фильмлерде, сериалларда аталар сөзі, видеофильмлерінде рөлдер атқардым. Қарақалпақстан Республикасына қызмет көрсеткен мәдениет қайраткері ұстаз апамыз Дәмегүл Алламұратова апамызға да өз рахметімді айтқым келеді. Сол қоңырау еткен уақытында да мен айттым, енді сол видеофильмдерді де түссем деп. Сонда Дәме апаның айтқан сөзі күлкім елі де күлемен айтсам. Бойың қандай, түрің қандай, сұлусаң ба? Сондай апамыз сондай тез сөйтіп сорады да. Қайдем ертең барайын апа, көргенде айтасыз десем, ертеңіне сондай ұшырасуға барған уақытымда Дәме апа көріп, өз сұлу жігіт екенсің ғой, мен саған бас рөлді беремін деп, бір көргенде бас рөлді берді сол видеофильмде. Аталар сөзі видеофильмдері. Енді қазіргі уақытта аталар сөзі видеофильмдері сәл тоқтап қалғандай, азайып қалғандай. Бірақ сол Қарақалпақстан телеканалы, жамағаты және де сол видеофильмдерді түсірсе, Қарақалпақ фильмменен біргелікте эслеп түсірсе, бұл театр актерлары үшін тәжірибе мектебі болады һәм рауажлану болады. Дұрыс. Оға да орынды пікірлер айтып өтті. Хақиқатында да бүгінгі күнде кинофильмлерді қай дәрежеде көбейтсек, халық сағынды, халық күтті һәм олар тамашалайды. Себебі Қарақалпақ киносын сағынған тамаша өлерді біз Әжінес премьерасында да сезіне алдық. Әлбетте. Сол орында айтып өту керек. Жоғарыда өзіңіз де айтып өттіңіз, ұстазыңыз хақында Көпжүрсін Алланазаров. Біз білеміз, яғни Көпжүрсін Алланазаровты шақырған уақытта да сізді айрықша түрде атап өткен еді. Ұстаз атаңдай ұлы деген һәм шәкірт ұстаздан өтпесе, шәкірт емес дегенде біздерде сөзлер бар. Бүгінгі күнде сол ұстазыңызға жете алдым деп ойлайсыз ба? Ұстазым жүдә ұлы һәм апуай инсан. Ұстазымнан үйренетіған елі көп нәрселерім бар. Қасында бірге жүріп, бірге сәугетлесіп, бірге пікірлесіп, көп зат үйренемен. Ұстазыма яқ. Ұстазымның дәрежесі де жүдә жоғары. Өзбек фильм болсын, қазақ фильм, Қарақалпақ фильм, міне ұсындай үлген кино жобалардың жүзі деп айтсам қателеспеймен, Көпжүрсін ағаны. Ол инсан ойнаған фильмлерге мен әуес етіп, сол фильмлер арқалы Көпжүрсін ағаменен танысып, барып, мәслихатын алып, пәтиясын алып, қасында үйреніп, әстен ұсындай дөретушілік жолында давам етіп кетірміз. Ұстазыма сол орында дөретушілік жолында үміт тілеймен,
биік паруазлар тілеймен. Үлкен кино жобаларда бас рөлдерді атқарып, халқымызға қызмет етуден шаршамағайсыз. Көп жұртыңызға рахмет, көп сізге. Рахмет, ұстазыңыздың жолын берсін. Аумин. Сонымен қатарда айтып өтуіміз керек, көркем өнер тарауында көптеген инсанлардың сабағын алып, үйреніп жатырмыз. Ұстазымыз Өзбекстан халық артисті Нәжмәдин Аңсатбаев атамыз, Қарақалпақстан Республикасына қызмет көрсеткен артист Базарбай Назарымбетов ағамыз, сол театральный институт, яғни көркем өнер институтында да бір қатар ұстазларымыздан сабақ алдық. Лиза апамыз бар, Гүлбахар апамыз, Мария Шапа Исмаилова. Міне бұл инсанлардың сабағы дөретушілік жолында көп өзінің бір пайдасын тигізері сөзсіз. Сонымен қатар бәрше сол дөретушілік жолында қызмет етіп отырған жолы ұлы үлкен ұстаз аға апаларымызға да дөретушілік жолында үміт тілеймін. Театрларымызда қызмет етіп отырған үлкен аға апаларымызға. Рахмет. Рахмет. Әлбетте бүгін кино подкаст жойбарымыз арқалы бір қатар біз саярлаған сұрауларға жауаплар алдық. Һәм кино тарауындағы дөретушілігі, жетіскерліктері бүгінгі күнде Қарақалпақ фильміндегі сол өзінің пікір ұсыныстары хақында да тоқтап өтті. Телеэкран арқылы бізді тамашалап отырған ықыласпентлеріміз бізді тамашалап отырған болса, оға да қуаныштымыз. Һәм сіздер сезіп тұрғаныңыздай бүгінгі кино подкаст жойбарымызға берілген уақыт ұсыныңмен өз жұмағына жетпекте. Бүгін бізбенен бірге Қарақалпақстанлы актер бір қатар сол үлкен жойбарларда, үлкен фильмдерде бас рөлдерді атқарған телебаслаушы Арман Бараков қадірлі мейманымыз болды. Осы орында сізге жоғары паруазлар һәм алдағы сол кино әлеміндегі дөретушілік жұмысларыңызда тек қана табыслар яр болсын дейміз. Рахмет, көрсетуге мейман қылып шақырғаныңыз үшін, әлбетте әтібар үшін мен атығы телеканал жәмәтіне, Қарақалпақ фильм жәмәтіне өз мінедаршылығымды білдіремін. Қарақалпақ киносы рауажлана берсін, сондай дүния жүзіне таныла берсін, бәрше дөретуші инсанларға үміт тілеймін. Қарақалпақ фильм һәм атығы телеканалын тамашалаудан шаршаман. Рахмет. Әзиз достар, құрметлі заманластар, бүгінгі кино подкаст жойбарымыз ұсынумен өз жұмағына жетті. Бізбенен бірге болғаныңыз үшін шексіз мінеттармыз. Һәм де сол Қарақалпақ фильм кино студиясы АТV телеканалының атынан бәршеңізді жақынлап қалған жаңалану һәм жасару паслы байрамының бірі болған Наурыз әйямымен шын қалбімізден құттықтаймыз. Әр біріңізге зор денсаулық һәм жоғары кеу-кейпият хәмеше сіздерге жолдас болсын. Сіздерменен бірге болған кино подкаст жойбары мен басаушыңыз Захида Шәрбаева менен бірге болды.